Шарлотка пирогын дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамызға біз ұнға ең алдымен қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Оның бәрін бірден қосуға болмайды, 1-2 қасықтап жайлап қосып араластырамыз. Біздің формамызды дайындап, ең алдымен кесілген алмамызды видеодағыдай қойып шығамыз. Алмамыздың барлығын қойып шыққаннан кейін, біздің массамызды формамызға құямыз. Біздің дайын болған массаны 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Формочкадан шығарып аламыз. Бізде шарлотка пирогы дайын болды.